жігіттермен Ақсаймен Бақамен үйге баратырық. Ақсай тастық шеше телефонды. Ақсай, жай, Ақсай, брат, сегізінші сыныптар, сіздерге Қазақстандағы ең үздік, ең түсінікті математика сабағын дайындадық. Соңына дейін қараңыздар, соңына дейін қараған оқушыларға кішігірім сыйлығымыз бар. Достар, біз бүгін жазық фигуралар туралы айтамыз. 8-ші сыныпқа арналған тақырып. Сендер білетіндей, математика 7-ші сыныпта алгебра және геометрияға бөлінеді, ал геометрия өз ішінде планиметрия және стереометрияға бөлінеді. Қысқа айтқанда, планиметрия деген екі өлшемді измерение. 2D-да екі ғана бағыт бар. Ұзындыққа және енге. Яғни 2D дегеніміз ұзындық пен еннен тұратын фигуралар, ал стереометрияда үшінші бағыт пайда болады. Ол биіктік. Яғни 2D деген ол 3D деген 2D мен биіктіктің қосындысы. Бірақ біз бүгін тек қана планиметрияны өтеміз. Сонымен планиметрияда ең басты ұғым ол аудандар. Яғни геометриялық фигуралардың аудандары туралы айтып кетейік. Геометриялық фигуралардың атаулары бар, және олар үшбұрыштар, төртбұрыштар, шаршылар, параллелограмм, ромб, трапеция және шеңбер. Және әр қай фигураға өзінің формуласы бар. Мысалы, үшбұрышта ол аудан егер ұмыт қалсаңыз S деп белгіленеді, және ол А мен H-тың көбейтіндісінің жартысына тең, өйткені төртбұрыштың жартысынан тұратын фигура ол үшбұрыш болып саналады. Және төртбұрыштың өзі толық болғанда ол А көбейтілген Б. Шаршының бір жағы, екі жағы да бір-біріне тең болғандықтан ол А квадрат. Параллелограммда тек қана Б мен H-ты көбейтіп, оның аудан тапса болады, яғни табаны мен оның биіктігін көбейтіп тапсақ болады. Ромбта екі негізгі формуласы бар. Диагональдарын көбейтіндісінің екіге бөліндісі және А квадрат, яғни А деген оның бүйірінің арасындағы бұрышына көбейтіндісі, оның синусына. Трапеция А қосылған Б бөлінген 2, яғни орта сызықтың биіктікке көбейтіндісі және шеңберде радиустың квадратын көбейтілген П. Сонымен осы формуларды жаттап алыңыздар, өйткені бұл формулалар болашақта көп кездеседі. Бұл формулаларды жақсырақ жаттау үшін біз бірнеше есеп шығарайық. А деңгейінің есебін қарастырайық. Мен сіздерге уақыт берейін, сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер. Видеоны паузаға қойып. Ал мен санаймын, сендер бұл есепті шығара алдыңдар, өйткені біз бұл жерде ромбтың ауданын табу керекпіз. Ромбтың ауданы айтып кеткендей, екі вариант бізде бар. Бірақ біздің жағдайда қабырғасы берілген және бұрышы берілген, сол үшін біз А квадрат көбейтілген синус альфаны қолданамыз. Яғни оның бір қабырғасы 4-ке тең, бұрышы 30 градусқа тең. Орнына қоямыз. А квадрат ол 4 квадрат деген 16, синус 30 градус. Егер естерімізге салайық, ол 2-ден 1. Және 16-ны көбейтеміз 1-ге, ол 16. 16-ны 2-ге бөлсек 8. Неге мен метр квадрат деп жаздым? Өйткені ол 2D. Яғни екі бағыты бар, сол үшін ол квадрат ретінде жазылады. Сонымен бұл тым оңай болды деп санаймын, және келесі деңгейге көшейік, Б деңгейіне. Видеоны қайтадан өзіңізді тексеру үшін паузаға қоя тұрыңыз және шығарып көріңіз. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Параллелограмм деген осындай фигура, қарама-қарсы жақтары линиялары тең, параллель, және қарама-қарсы, яғни шаршы сияқты бір-біріне параллель келеді. Бірақ бұрыштары төртбұрышты болмайды. Сол үшін ол параллелограмм деп аталады.
Және олардың қабырғалары 16 сантиметр, 12 сантиметр және 15 сантиметр деп берілген. Біздің жауабымыз H, A 15-ті 8-ге көбейтіп 12-ге бөлгенде 10 сантиметр шығатынын көрдік. Енді біз С деңгейіне көшейік. Мен сіздерге тағы да уақыт беремін. Видеоны паузаға қойып, шығарып көріңіздер. Жарайды, енді тексеріп көрейік есепті. Трапеция деген қарама-қарсы фигуралар, қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне параллель, және оның кіші табаны болады, үлкен табаны болады, және олар бір-бірімен жалғанған болу керек. Оның орта сызығының формуласы, яғни оның арифметикалық ортасы осы формула екенін білеміз. А қосылған Б бөлінген 2. Біз орта сызық 16 сантиметр және кіші табаны 10 сантиметр болғандықтан орнына қойып, біз Б 22 сантиметр екенін табамыз. Яғни үлкен табаны, астыңғы табаны десек те болады. Және сіздер білесіздер, Б-дан А-ны азайтып 2-ге бөлсек, біз осы жерді табамыз. Осы үшбұрыштың табанын табамыз, және ол 6 сантиметрге тең. 6 сантиметрге тең. И және біз осы үшбұрышты қарастырып жатырмыз ғой. Сол жақтағы үшбұрышты қарастырып жатырмыз. Сол есімізге түсірейік, тангенс деген не? Ол қарама-қарсыны іргелеске бөлгенде, яғни биіктікті 6-ға бөлгенде бізде тангенс 60 градус шығады. Тангенс 60 градус деген түбір асты 3. Және манипуляциялар арқылы бізде H 6 түбір асты 3 шығады. Ол не үшін керек? Ол бізге аудан табу үшін керек. Біз айтып кеткенде орта сызықты биіктікке көбейтеміз. Биіктік бізде 16 екен байқадық. 10 қосу 22 бөлінген 2. Ол 16 болады. 16-ны биіктікке көбейтеміз. 96 түбір асты 3. Ал сабақтың аяғына дейін қарап болғаныңыздарыңыз үшін рахмет. Енді сізге сыйлықты айтайын. Ссылка бойынша, яғни описаниеде біз ссылка қалдырып кеттік. Біз біздің жаңа Digital Book'қа, сол Digital Book арқылы ссылка бойынша өтіп, қосымша оқысаңыз болады. Назарларыңызға рахмет.